Қаланың биік ғимараттарының бірінде орналасқан үлкен құрылыс компаниясының бас кеңсесінде күн сайын таңнан кешке дейін қарбалас өмір жүретін. Бұл компанияның негізін қалаған адам Асқар Сейітов. Асқар 36 жасқа дейін тек жұмысымен өмір сүрді. Жастайынан әкесінен қалған кішкентай кәсіпті үлкен компанияға айналдыру үшін бар күшін салды. Ол үшін таңғы ерте тұру, түн ортасына дейін жұмыс істеу қалыпты жағдай еді. Достары оған жиі: "Асқар, жасым өтіп барады, үйленбейсің бе?" дейтін. Ал Асқар күлімдеп: "Әуелі өмірімді реттеп алайын. Отбасы деген жауапкершілік. Мен біреудің өміріне кіріп, оны жалғыз қалдырғым келмейді" деп жауап беретін. Ол бай болғанымен қарапайым мінезді адам еді. Ақшаға емес, адамдыққа қарайтын. Бір күні оның компаниясына жаңа маман жұмысқа келеді. Оның аты Перизат. Перизат 28 жастағы, жоғары білімді, тәрбиелі, өте сыпайы қыз еді. Ол компанияның қаржы бөлімінде жұмыс істейтін. Перизаттың өзгелерден айырмашылығы оның қарапайымдылығы болатын. Ол ешқашан байлыққа, атаққа қызықпайтын. Асқар алғаш оны жиналыста байқайды. Барлығы өз ойын жеткізуге асығып жатқанда, Перизат сабырлы түрде: "Бұл жобаның қаржылық жағын ғана емес, адамдарға әкелетін пайдасын да қарау керек деп ойлаймын" дейді. Асқар оның сөзіне таң қалады. Сол күннен бастап ол Перизатқа басқа көзбен қарай бастайды. Олардың қарым-қатынасы бірден басталған жоқ. Алдымен жұмыс, кейін әңгіме, кейін бір-бірін түсіну. Асқар Перизаттың жанынан өзінің іздеген тыныштығын тапты. Бір күні ол: "Перизат, мен өмір бойы жұмыс қуып келдім, бірақ сізбен сөйлескенде бірінші рет үй деген сезімді түсіндім" дейді. Перизат ұялып күлімдейді. Кейде адам көп нәрсеге жетеді, бірақ жанында өз адамы болмаса, бәрі бос сияқты. Бір жылдан кейін олар шаңырақ көтереді. Бұл екі адамның да өміріндегі ең бақытты кезең еді. Асқар әйелін алақанына салғандай күтетін, Перизат та күйеуін ерекше құрметтейтін. Олардың үйінде махаббат пен жылылық орнады. Үйленгендеріне 6 ай өткенде Перизат бір күні Асқарға кішкентай қорап береді. Асқар ашып қараса, ішінде кішкентай сәбидің аяқ киімі жатыр. Ол бірден түсінеді. Перизат. Әйелі көзіне жас алып: "Біз ата-ана боламыз." Асқардың көзінен жас шығып кетті. Ол әйелін құшақтап: "Менің ең үлкен арманым осы еді." Сол күннен бастап Асқардың өмірі өзгерді. Бұрын ол компания туралы ойласа, енді үйіне асығатын болды. "Біздің баламыз қандай болады екен?" деп жиі сұрайтын. Перизат күліп: "Сен сияқты сабырлы болса екен, ал сен сияқты мейірімді болса екен." Олар болашақ баласына аттандай бастады. Болашақ туралы армандады. Бірақ адам жоспарлайды, ал тағдыр өз жолын таңдайды. Жүктіліктің 6 айында Перизат үйде жалғыз болған кезде күтпеген жағдай орын алды. Ол баспалдақтан түсіп келе жатқанда аяғы тайып кетіп, қатты құлап қалады. Аурухана. Асқар жол бойы көлігін қалай айдағанын да сезбеді. Оның ойында бір ғана нәрсе болды: тек Перизат пен балам аман болса екен. Дәрігерлер бірнеше сағат күресті, бірақ қайғылы хабар келді: баланы сақтап қала алмадық. Асқардың әлемі қараңғыланып кеткендей болды. Ал Перизат оянғанда ең бірінші сұрағаны: "Балам аман ба?" Ешкім жауап бере алмады. Ол шындықты түсінгенде жүрегінен бір нәрсе үзілгендей болды. Бірақ тағдыр олардың отбасына тағы бір сынақ дайындап қойған еді. Бірнеше күннен кейін дәрігерлер Асқармен жеке сөйлесті. Асқыну болды. Жүктілікті жоғалтудан кейін ауыр инфекция пайда болған. Біз Перизаттың өмірін сақтау үшін операция жасадық. Асқар үнсіз тыңдап тұрды. Дәрігер ауыр күрсінді. Өкінішке қарай, болашақта бала көтеру мүмкіндігі төмен болып тұр. Бұл сөздер Асқар үшін екінші соққы болды. Ал Перизат үшін ол өзін әйел ретінде толық сезінбей қалды. Арада бірнеше ай өтті, бірақ Перизаттың жүрегіндегі жара жазылмады. Үйдің бір бұрышында әлде кішкентай сәбиге арналған заттар тұрды. Ол заттарды Асқар алып тастағысы келмеді. Бір күні Перизат бөлмеге кіріп, кішкентай киімдерді қолына алды. Ол үнсіз жылап отырды. "Мен сені бір күнде көрмедім, бірақ сен менің жүрегімде мәңгі қаласың." Асқар есік алдында тұрып, әйелінің сөзін естіп қалды. Ол ішке кіріп, Перизатты құшақтады. "Перизат, Асқар, мен бақытсызбын." "Олай деме. Мен саған әйел болдым, бірақ саған әке болу бақытын бере алмадым." Асқар оның көз жасын сүртті. "Маған сен керексің. Баладан бұрын сенің өмірің маңызды." Бірақ Перизат бұл сөзді естіген сайын одан сайын қиналатын. Себебі ол Асқардың ішінде бала сүю арманы бар екенін білетін.
3 жыл бойы олар бар мүмкіндікті пайдаланды. Перизат қайтадан емделе бастады. Олар ең жақсы дәрігерлерге барды. Алматыдағы клиникалар, шетелдегі мамандар, эко бағдарламалары. Әрбір процедурадан кейін олар үміт күтетін. Перизат әр анализ тапсырған сайын, бұл жолы бәрі жақсы болады деп өз-өзін жұбататын. Ал Асқар оның қолынан ұстап: біз бірге өтеміз. Қандай жағдай болса да, мен сенің жаныңдан дей беретін. Бірақ уақыты тегеле олардың үміті азая бастады. Бір күні дәрігер соңғы қорытындыны айтты. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Өкінішке қарай, Перизаттың ана болу мүмкіндігі жоқ. Кабинет іші үнсіз қалды. Перизат дәрігердің сөзін естігенімен ештеңе сезбегендей болды. Ол тек Асқарға қарады. Асқар оның көзінен «мен сенің арманыңды жойдым» деген ауыр сезімді көрді. Сол кеште үйде тыныштық орнады. Асқар ас үйде шай қойып жатқан. Перизат терезенің алдында ұзақ тұрды. Асқар: «Иә, сен мені не үшін жақсы көресің?» Асқар таң қалды. «Не деген сұрақ бұл? Жауап берші». Асқар оған жақындады. «Өйткені сен менің жанымсың». Перизат көз жасын ұстай алмады. «Ал егер мен саған өмір бойы бала туып бере алмасам ше?» Асқар үндемеді. «Сен үндемедің. Перизат, сен жақсы адамсың. Сен әке болуға лайықсың». Асқар оның сөзін бөліп: «Жетеді. Жоқ, тыңда мені». Перизат терең тыныс алды. «Біз ажырасайық». Асқар қатып қалды. «Не? Сен мені түсінесің деп ойлаймын». «Жоқ, мен түсінбеймін». «Асқар, мен сені бала үшін алған жоқпын». Оның даусы дірілдеп шықты. «Мен сені сүйгенім үшін үйлендім. Сенің күліп жүргеніңді, қасында болғаныңды қаладым». Перизат жылады. «Бірақ сенің әке болу арманың бар». «Бар». Асқар біраз үнсіз қалды. «Бірақ ол арман менің сені жоғалтуымнан маңызды емес». Перизат басын шайқады. «Бір күні сен мені кінәлайсың. Ешқашан. Қазір солай ойлайсың. Бірақ жылдар өтеді. Сен баласы бар адамдарды көресің. Сол кезде жүрегім ауырады». Асқар үнсіз қалды. Себебі бұл сөздер оның ең перен қорқынышын қозғады. Бірнеше күннен кейін Асқар тағы бір ұсыныс жасады. «Біз бала асырап алайық». Перизат оған қарады. «Бала асырап аламыз?» «Иә, балалар үйінде қаншама бала ата-ана күтеді». Асқардың көзіне жас келді. «Біз бір балаға отбасы бола аламыз». Перизат үнсіз отырды. Ұзақ уақыттан кейін жай ғана «Жоқ» деді. «Неге?» «Себебі мен қорқамын». «Неден?» «Ол бала менің балам болады. Мен оны жүрегіммен жақсы көремін. Бірақ сен ше?» «Асқар, мен де жақсы көремін». Перизат басын шайқады. «Сен қазір солай ойлайсың, бірақ кейде адам байқамай салыстырып қояды». Ол көз жасын сүртті. «Бөтен бала ешқашан өз баламдай болмайды. Оның үстіне сенде өз балаңды сүю мүмкіндігі бар». Асқар ауыр күрсінді. «Сен мені сондай адам деп ойлайсың ба?» Перизат бірден: «Жоқ, сен өте жақсы адамсың». «Онда неге?» «Себебі мен өзімді кінәлі сезінемін». Сол түні Асқар мен Перизат екі жаққа қарап жатты. Бір үй, бір төсек. Бірақ екі адамның арасында үлкен үнсіздік пайда болды. Асқар әйелінен айырылғысы келмеді, ал Перизат сүйген адамын ұстап қалғысы келмеді. Ол ішінен бір ғана ойды қайталай берді. Егер мен оны жақсы көрсем, оны босатуым керек. Бірақ екеуі де білмейтін еді. Көп ұзамай олардың өміріне тағдыр жіберген бір адам кіретінін. Ол адам олардың барлық ойын өзгертеді. Арада бірнеше апта өтті. Перизат бұрынғыдай күлімдеуді ұмытқан еді. Ол адамдардың арасында өзін ұстайтын, бірақ жалғыз қалған кезде ішіндегі қайғысын жасыра алмайтын. Әсіресе көшеде кішкентай баласын жетектеп жүрген аналарды көргенде жүрегі ауыратын. Бір күн ол құрбысы Гүлнұрмен кездеседі. Гүлнұр Перизаттың жағдайын бұрыннан білетін. Олар кафеде үнсіз отырып шай ішіп отырғанда Гүлнұр ақырын ғана: «Перизат, саған бір нәрсе айтсам, ренжімейсің де?» «Айта бер». «Сен суррогат ана туралы естіп пе едің?» Перизат бір сәт ойланып қалды. «Суррогат ана?» «Иә, кейбір отбасылар өздері бала көтере алмаған кезде басқа елдің көмегіне жүгінеді, бірақ бала генетикалық тұрғыдан сендерден болады». Перизат үнсіз қалды. Бұл сөз оған бір жағынан үміт сыйлағандай болды, бірақ екінші жағынан жүрегінде қорқыныш пайда болды. «Басқа ел біздің баламызды көтереді ма?» «Иә,
Бірақ ол тек уақытша, бала туылғанша, сосын бала сендерге тиесілі болады. Перизат сол күні үйге ойланған күйде қайтты. Кешке Асқар жұмыстан келгенде Перизат оны күтіп отырды. Ол әдеттегідей: «Қалайсың? Күнің қалай өтті?» деп сұрамады. Асқар бірден оның көңіл-күйін байқады. «Перизат, не болды?» Әйелі біраз үнсіз отырды. «Бүгін мен бір нәрсе естідім». «Не туралы?» «Суррогат ана туралы». Асқар таң қалды. Перизат оның көзіне қарап: «Біздің балалы болуға әлде мүмкіндігіміз бар сияқты». Асқар үнсіз қалды. Ол бұл ойды бұрында естіген еді, бірақ Перизаттың өзі қабылдай алмайды деп ойлаған. «Сен бұған дайынсың ба?» Перизаттың көзінен жас шықты. «Мен сенің әке болғаныңды қалаймын, Асқар. Бірақ бұл оңай шешім емес. Білем, біздің өмірімізге басқа адам кіреді». Перизат басын изеді. «Білемін». Бірнеше секунд үнсіздіктен кейін Асқар оның қолын ұстады. «Егер сен дайын болсаң, мен де дайынмын». Содан кейін олардың өмірінде жаңа кезең басталды. Олар арнайы клиникаларға бара бастады. Суррогат ана бағдарламасымен айналысатын мамандармен кездесті. Дәрігерлер оларға бәрін түсіндірді. Ең бастысы әйел адамның денсаулығы. Ол медициналық тексеруден толық өтуі керек. Асқар мен Перизат бұл шешімге өте жауапкершілікпен қарады. Олар ондаған анкеталарды қарады. Әр түрлі әйелдермен сөйлесті. Біреулер тек ақша үшін келетінін жасырмады. Біреулердің денсаулығы сәйкес келмеді. Біреулердің өмір салты оларға сенім бермеді. Перизат әр кездесуден кейін ойланып қалатын. «Асқар, иә, мен баламызды көтеретін адамның жүрегі де таза болғанын қалаймын». Асқар оның сөзін түсінді. Олар үшін бұл жай ғана медициналық процесс емес еді. Бұл олардың болашақ баласының тағдыры болатын. Бір күні клиникада олар Айша есімді қызбен танысты. Айша 26 жаста еді. Қарапайым отбасынан шыққан, тәрбиелі, сабырлы қыз болатын. Оның бұрын бір рет тұрмыста болғаны, бірақ баласы жоқ екені белгілі болды. Дәрігерлер оның денсаулығын тексеріп, Айшаның денсаулығы жақсы, жүктілікке кедергі жоқ деді. Перизат онымен сөйлескенде ерекше бір жылылық сезінді. «Сіз бұл шешімге не үшін келдіңіз?» деп сұрады Перизат. Айша біраз ойланып: «Өмірде қиындықтар болды. Бірақ бір отбасыға бақыт сыйлай алсам, мен үшін бұл үлкен нәрсе». Бұл жауап Перизаттың жүрегіне жетті. Бірнеше кездесуден кейін олар келісімге келді. Заңгерлердің қатысуымен барлық шарттар талқыланды. Бала туғаннан кейін оның ата-анасы Асқар мен Перизат болатыны анық жазылды. Барлығы заң бойынша рәсімделді. Бірақ бір мәселе қалды. Айша қайда тұрады? Дәрігерлер: «Жүктілік кезінде оның жағдайын бақылау маңызды. Стресс аз болуы керек» деді. Асқар мен Перизат ұзақ ақылдасты. Сол күні кешке Перизат: «Айша, біздің үйде тұрса қалай болады?» Асқар оған қарады. «Сен бұған шынымен дайынсың ба?» Перизат ауыр күрсінді. «Оңай болмайтынын білемін, бірақ ол біздің баламызды көтереді. Біз оған сенуіміз керек». Асқар басын изеді. «Жақсы, онда ол бізбен бірге тұрады». Осылайша олардың үйіне жаңа адам кірді. Айша. Ол бастапқыда өзін бөтен сезінді, ал Перизат күн сайын оның жағдайын бақылап жүрді. Бірақ ешкім білмейтін бір нәрсе бар еді. Уақыт өте келе бұл үш адамның тағдыры бір-біріне қатты байланып кететінін, ал жүректе ең қиын сынақ басталатынын. Айша олардың үйіне көшіп келгеннен кейін Асқар мен Перизаттың өмірі мүлде өзгерді. Бір жағынан олар көптен күткен үмітке қайта оралғандай болды. Үйде қайтадан бала туралы әңгіме пайда болды. Перизат кейде Айшаның ішіне қарап: «Сол жерде біздің болашақ сәбиіміз өсе ме екен?» деп ойға бататын. Бірақ оның жүрегінде бір ауыр сезім бар еді. Ол бұл жолдың оңай болмайтынын сезетін. Бір күні клиникада дәрігер олармен сөйлесті. «Сіздерде екі мүмкіндік бар. Біріншісі медициналық жолмен, яғни арнайы процедура арқылы жүзеге асыру. Екіншісі табиғи жол». Асқар бірден: «Біз медициналық жолды таңдаймыз» деді. Ол Перизатқа қарады. «Біз бұған дейін қанша қиындықтан өттік. Ең бастысы бәрі дұрыс болсын». Бірақ Перизат үнсіз қалды. Оның жанын бір ой мазалап жүреді. Ол бұған дейін бірнеше рет экко жасап, әр жолы үміттеніп, кейін қайта құлаған болатын. Сол сәттердің бәрі оның жүрегінде із қалдырды. Кешке үйге келген соң, Перизат ұзақ уақыт үнсіз отырды. Асқар оның жанына келді.
Перизат, не болды? Әйелі көз жасын сүртті. Мен тағы да сол жолдан қорқамын. Қай жолдан? Тағы да дәрігерлер, тағы да анализдер, тағы да үміт. Тағы да соңында бос қалу. Асқар оның қолын ұстады. Бұл жолы бәрі басқаша болады. Перизат басын шайқады. Мен енді өзімді алдай алмаймын, Асқар. Ол біраз үнсіз қалды. Мен ана болғым келеді. Бірақ тағы бір сәтсіздікті көтере алмаймын. Бірнеше күн бойы Перизат осы оймен күресті. Ол Айшаға да қарауға ұялатын болды. Себебі Айша олардың баласын дүниеге әкелуге көмектесу үшін келген еді. Ал Перизаттың ішінде мың түрлі сезім арпалысып жатты. Бір күні ол Асқарға: мен бір нәрседен қорқамын. Айт, біздің арманымыз үшін басқа адамның тағдырына кіріп кетпейміз бе деп қорқамын. Асқар үнсіз тыңдады. Айша да адам, оның да жүрегі бар. Білемін, ол біздің баламызды көтереді, бірақ кейін бәрі қалай болады? Асқар ауыр күрсінді. Біз оған құрметпен қараймыз. Біз ешкімге зиян келтірмейміз. Уақыт өте келе Перизат пен Айша бір-біріне үйрене бастады. Айша өте қарапайым қыз еді. Ол үйдегі ешкімге артық қиындық тудырмауға тырысатын. Перизат апай, мен сізге қиындық әкелгім келмейді, дейтін ол. Перизат оған қарап: сен бізге қиындық емес, үміт әкелдің, дейтін. Бірақ сол үміттің артында үлкен сынақ тұрғанын ешкім білмеді. Бір кеште Перизат жалғыз отырып жылады. Ол қолына сәбидің кішкентай киімін алды. Мен тек бір рет болса да ана болғым келеді. Осы сөзді естіген Асқар бөлмеге кірді. Ол әйелінің қаншалықты қиналып жүргенін түсінді. Асқар оның қасына отырып: біз бұл жолды бірге өтеміз. Перизат оған қарады. Асқар, нер болса да мен сенің жаныңдамын. Сол түні олар ұзақ сөйлесті. Олардың алдында өте ауыр шешім тұрды. Бұл жай ғана бала туралы емес еді. Бұл сенім туралы еді, махаббат туралы еді, отбасының болашасы туралы еді. Ал Айша болса, олардың үйінде үнсіз ғана өз міндетін орындауға дайындалып жүрді. Бірақ уақыт өте келе, бұл үш адамның өмірі бұрынғыдай болмайтынын еш қайсысы білмеді. Өйткені кейде бір баланың дүниеге келуі кек қуаныш емес. Ол адамдардың жүрегіндегі ең жасырын сезімдерді де оятады. Сол күн жақындаған сайын Перизаттың жүрегі тыныштық таппады. Сырттай ол бәріне дайын сияқты көрінді. Айшаға жылы сөйлейтін, оның жағдайын сұрайтын, дәрігерге бірге баратын. Бірақ ішіндегі дауылды ешкім көрмейтін. Өйткені бір әйелдің жүрегінде екі сезім қатар өмір сүрді. Бірі ана болуға деген шексіз үміт. Екіншісі сүйген адамын басқа бір әйелмен байланыстыратын ойдан туған ауыр сезім. Кешке Перизат пен Айша ас үйде жалғыз қалды. Ұзақ үнсіздіктен кейін Перизат ақырын ғана сөйледі. Айша, иә, сенен бір нәрсе сұрасам, дұрыс түсінесің бе? Айша оның жүзіне қарады. Сұраңыз. Перизат біраз кідірді. Сен осының бәріне біздің болашақ сәбиімізді табиғи жолмен көтеруге дайынсың ба? Айша оның не айтқысы келгенін түсінгендей болды. Мен келісімге өз еркіммен келдім. Перизат көзін төмен түсірді. Мен сені кінәламаймын. Оның дауысы дірілдеп шықты. Бірақ әйел ретінде бұл маған өте ауыр. Айша үнсіз қалды. Себебі ол да Перизаттың жүрегіндегі жараны сезді. Ендеше мен ертең үйде болмаймын. Айша басын изеді. Сол түні Перизат ұйықтай алмады. Ол бөлмеде ұзақ отырды. Асқарға қарады. Оның өміріндегі ең жақын адам. Оның барлық қуанышы мен қайғысының куәсі. Бірақ енді олардың арманын орындау үшін басқа жол таңдалған еді. Перизаттың көзінен жас ақты. Ол ақырым ғана: мен сені жақсы көремін, Асқар, деп сыбырлады. Келесі күні түстен кейін ол үйден шығуға шешім қабылдады. Қайда барасың? Деді Асқар таңғалып. Аздап жалғыз болғым келеді. Перизат, уайымдама, мен бүгін кеш келемін. Ол күйеуіне қарауға қиналды. Себебі оның жүрегі ауырса да, бұл шешімді өзі қабылдаған еді. Перизат сыртқа шыққан соң, Асқар ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Үйде Асқар мен Айша ғана қалды. Үйдің іші бұрынғыдан да тыныш болып кеткендей еді. Асқар өзін ыңғайсыз сезінді. Ол бұл жағдайдың қаншалықты күрделі екенін түсінді. Айша да үнсіз отырды. Ол да қобалжып тұрған. Асқар аға,
Асқар оған қарады. Иә, сізде бұл жағдайға оңай үйреніп жатқан жоқсыз ғой? Асқар күрсінді. Жоқ, себебі бұл жай ғана шешім емес. Ол терезеге қарады. Бұл жерде адамның сезімі бар. Айша оның сөзін түсінді. Мен Перизатты түсінемін. Асқар үндемеді. Сол сәтте ол бір нәрсені анық сезді. Оның алдында тек бір мақсат тұр еді, балалы болу. Бірақ сол мақсатқа жету жолы олардың барлығына сымақ болатын. Сол түн екеуі де ұзақ ойланып отырды. Олар бұл қадамның артында үлкен жауапкершілік тұрғанын білді. Бұл махаббат емес еді. Бұл бір отбасының арманы үшін жасалған қиын шешім еді. Сол түні олардың арасындағы жақындық сезімнен туған жоқ. Екеуі де өз қалауын емес, болашақ сәбидің тағдырын алға қойып, ауыр шешімге амалсыз келісті. Ал Перизат болса, көзінен жас ағып, қаланың тыныш көшелерінде жалғыз келе жатты. Ол телефонын қолына алды. Асқарға жазғысы келді. Бірақ бірнеше рет өшіріп тастады. Себебі оның жүрегі бір нәрсені сезіп тұрды. Кейбір шешімдер ақылмен қабылданады, бірақ жүрек оны қабылдауға дайын болмайды. Ол үйге баруға асықпады. Себебі үйде оны ең ауыр ой күтіп тұрғанын сезді. Ол Асқарды жақсы көретін, өте қатты жақсы көретін, бірақ сол махаббаттың ішінде енді бір жара пайда болған еді. Телефоны дірілдеді. Перизат экранға қарады. Хабарлама Айшадан келген еді. Перизат апай, бәрі ойдағыдай болды. Уайымдамаңыз, мен сіздерге көмектесу үшін осындамын. Перизат бұл хабарламаны бірнеше рет оқыды. Оның қолы дірілдеп кетті. Ол жауап жазғысы келді. Рахмет дегісі келді, бірақ саусақтары қозғала алмады. Өйткені бұл сөздердің артында оның ең үлкен арманы тұрса да, жүрегін ауыртқан шындықта тұр еді. Ол телефонды кеудесіне қысып, «Мен не үшін бұған келісіп едім?» деп сыбырлады. Көзінен жас ақты. Түн ортасына жақын Перизат үйге оралды. Үй іші тыныш еді, бірақ Асқар ұйықтамаған. Ол бөлмеде үнсіз отырды. Есіктің ашылғанын естігенде орнынан тұрды. Перизат ішке кірді. Екеуінің көздері кездесті, бірақ бұрынғыдай емес еді. Олардың арасында айтылмаған мың сөз тұрды. Асқар әйелінің жүзіне қарай алмады. Ол өзін кінәлі сезінді. Ақылымен ол бұл шешімнің екеуінің ортақ шешім екенін түсінді. Бірақ жүрегі бәрібір ауырды. Перизат. Оның дауысы әлсіз шықты. Перизат үндемеді. Ол Асқардың көзінен бәрін түсінді. Кейде адам айтпаса да, жүрегі сезеді. Сен шаршадың ба? Деді Асқар ақырын. Перизат басын изеді. Иә. Бірақ оның шаршағаны денесі емес еді. Оның жаны шаршаған. Ол күйеуіне қарап тұрды. Бұрын бұл адам оның ең үлкен сүйенішісі еді. Ал бүгін сол адамның жанында тұрып, өзін бөтен сезінді. Асқар жақындамақ болды, бірақ тоқтап қалды. Себебі ол Перизаттың ішіндегі ауырлықты сезді. Мен саған ешқашан ауырлық әкелгім келмеді. Перизаттың көзіне жас толды. Мен білем. Сен мен үшін ең қымбат адамсың. Перизат жай ғана, білем Асқар, деді. Бірақ оның даусында бұрынғы сенім жоқ еді. Сол түні Перизат төсекте үнсіз жатты. Асқар оның қасында болғанмен, екеуінің арасында үлкен қашықтық пайда болғандай еді. Перизат көзін жұмып жатып ойлады. Мен осыны өзім таңдадым. Мен балалы болу үшін осы жолға келістім. Бірақ жүрекке бұйрық жүрмейді. Ол Асқарды кінәлай алмады. Айшаға да ашулана алмады. Себебі бұл шешімнің барлығына өзі де қатысқан еді. Бірақ әйел жүрегі үшін ең қиын нәрсе сүйген адамыңды басқа біреумен байланыстыратын оймен өмір сүру болатын. Арада бірнеше күн өтті. Перизат бұрынғыдай Айшаға қамқорлық жасауға тырысты. Бірақ кейде ол Айшаның жанынан өткенде жүрегі ауыратын. Себебі енді олардың үйінде тек бір әйелдің емес, 3 адамның тағдыры байланып қалған еді. Ал ең басты сұрақ, бұл сәби дүниеге келгенде олардың жүректері бұрынғыдай қалала ма деген сұрақ болатын. Айшаның жағдайы нашарлаған күні Перизат бірден оның жүкті болуы мүмкін екенін сезді. Ол бұрынғыдай тек өз қайғысын ойламады. Қазір оның ойында бір ғана нәрсе болды. Айша, өзіңді қалай сезініп тұрсың? Білмеймін. Жүрегім айнып, басым айналып тұр. Перизат оның қолынан ұстап, біз дәрігерге барамыз деді.
Оның даусында қорқыныш емес, қамқорлық бар еді. Клиникада олар тексерістен өтті. Перизат дәрігердің жүзінен бір нәрсені түсінгендей болды. Құттықтаймын, жүктілік анықталды. Осы сөзден кейін бірнеше секунд бойы ешкім сөйлемеді. Перизаттың көзіне жас толды. Ол бұл сөзді қанша жыл күтті. Бірақ бұл жолы ол сөзді өзі емес, басқа әйел естіп тұрды. Айша да толқып кетті. Шынымен бе? Дәрігер күлімдеп. Иә, бұл рас. Үйге келген соң Перизат бұл жаңалықты Асқарға өзі айтқысы келді. Ол оның реакциясын көргісі келді. Кешке Асқар жұмыстан келгенде Перизат оны үнсіз қарсы алды. Асқар бірден: "Не болды? Бірдеңе болды ма?" Перизат біраз уақыт үндемей тұрды. Сосын ақырын: "Асқар, иә, бізде жаңалық бар." Асқар оның жүзіне қарады. Перизаттың көзінде жас тұрды. Айша шықты. Осы сәтте Асқар қатып қалғандай болды. Бірнеше секунд ол ештеңе айта алмады. Сосын оның жүзінде баяу күлкі пайда болды. Бұл көп жыл күткен адамның күлкісі еді. "Шын айтасың ба?" Перизат басын изеді. "Иә." Асқардың көзіне жас келді. Ол әке болатынын түсінді. Ол осы сәтте қанша жыл күтті, бірақ қуанышын толық көрсете алмады. Себебі дәл алдында тұрған адам оның сүйікті әйелі еді. Ол Перизаттың жүрегін ойлады. Асқар Перизатқа жақындап: "Рахмет" деді. Перизат таңғалды. "Не үшін?" "Осындай қиындықтың ішінде мені жалғыз қалдырмағаным үшін." Перизат жымиюға тырысты. "Бұл біздің баламыз, Асқар." Бірақ осы сөзді айтқанда оның жүрегі аздап ауырды. Сол күннен кейін Асқар өзгерді. Ол сырт көзге бұрынғыдай сабырлы еді. Айшаға қамқорлық жасады. Дәрігерге бірге барды. Оның жағдайын сұрады. Бірақ әр жолы өзін бақылауға тырысатын. Өйткені ол Перизатты ұмытқысы келмеді. Кейде ол үйге кіріп, Айшаның ас үйде отырғанын көретін. Ол байқаусызда оның ішіне қарап қалатын. Сол сәтте жүрегінде ерекше сезім пайда болатын. "Менің балам." Ол еріксіз жымиып қоятын, бірақ бірден көзін тайдырып әкететін. Себебі сол бөлмеде Перизат бар екенін білетін. Бір күні Айша: "Асқар аға, бала қозғала бастады" деді. Асқар таңғалып қарады. "Шынымен бе?" Айша басын изеді. Ол алғаш рет әкелік сезімді шын сезінгендей болды. Бірақ сол сәтте есіне Перизат түсті. Оның қанша жыл жылағаны, қанша рет үміт үзілгені. Сол үшін ол өзін тоқтатуға тырысты. Ал Перизат бәрін байқап жүрді. Ол Асқардың қуанышын көрді. Ол оның әке болуға дайындалып жүргенін көрді, және ол оған ренжи алмады. Өйткені бұл оның да арманы еді. Бірақ кейде түнде жалғыз жатқанда жүрегінде бір сұрақ пайда болатын. "Мен осы баланың анасы боламын ба? Әлде мен тек осы бақытқа жол ашқан адам болып қаламын ба?" Үйде бәрі тыныш сияқты еді. Айша болақ сәбиді күтіп жүрді. Асқар әкелік сезімін алғаш рет сезініп жүрді. Ал Перизат, ол бәріне күлімдеп жүргенімен, ішінде үнсіз күресіп жүрді. Өйткені кейде ең ауыр сынақ арманың орындалғанда басталады. Айлар өте берді. Үйдегі өмір біртіндеп жаңа тәртіпке көшті. Таңертең Перизат бірінші болып тұрып, Айшаға таңғы ас дайындайтын. "Бүгін не жегің келеді?" деп сұрайтын. Айша күлімдеп: "Перизат апай, сіз мені өзімізден де көп ойлайсыз." Перизат жай ғана: "Сен қазір жалғыз емессің. Сенің ішіңде біздің көптен күткен сәбиіміз бар" дейтін. Бұл сөздерді ол шын жүрегімен айтатын. Бірақ кейде сол сөздің өзіне жүрегі ауыратын. Өйткені ол баланы біздің деп атағанымен, оның қалай дүниеге келетінін күн сайын көріп жүрді. Асқар да бұрынғыдан өзгерді. Ол жұмыстан ертерек келуге тырысатын. Бұрын оның өмірінің көп бөлігі компанияда өтетін. Ал қазір ол үйге асығатын. Кешке Айшаның жағдайын сұрайтын. "Өзіңді қалай сезіндің?" "Жақсымын. Бүгін дәрім біштім де." "Иә." Асқар оның денсаулығына жауапкершілікпен қарайтын. Бірақ кейде өзі де байқамай қалатын. Ол Айшаға бұрынғыдан жақын болып кеткен еді. Бұл жақындықта махаббат емес, бірақ әкелік қуаныш пен алаңдау бар еді. Алайда адамның жүрегі кейде сезімдерді бір-бірінен ажырата алмай қалады. Бір күні кешке Асқар баланың алғашқы қимылын сезді. "Айша, қолыңызды қойыңыз" деді. Асқар абайлап қолын қойды. Бір сәтте ол кішкентай қозғалысты сезді. Ол қатып қалды. Көздері жасаурап кетті. "Бұл менің балам ғой" деп сыбырлап жіберді. Сол сәтте оның жүзінде балалық қуаныш пайда болды. Ол осы күнді қанша жыл күтті, бірақ бірнеше секундтан кейін оның ойына Перизат келді. Ол бөлмеден шыққан соң ұзақ уақыт үнсіз отырды.
өзін кінәлі сезінді. Мен қуанып жатырмын, ал Перизат осының бәрін көріп жүр. Перизат та өзгерісті сезіп жүрді. Ол Асқардың Айшаға емес, ең алдымен балаға көңіл бөліп жүргенін түсінуге тырысты. Өзін жұбатты. Ол әке болуды күтті. Оның қуануына құқығы бар. Бірақ жүрекке бұйрық беру қиын. Бір күні ол айнаға қарап ұзақ тұрды. Мен қандай әйел болдым, деп сыбырлады. Ол өзін кінәлайтын, бірақ сол сәтте басқа ой келетін. Мен осы баланың өмірге келуіне себепші болдым. Осы ой оған күш беретін. Уақыт өткен сайын Айша мен Перизаттың қарым-қатынасы да өзгерді. Бұрын олардың арасында белгісіз бір қашықтық бар еді. Ал қазір Айша Перизатқа шын көңілімен қарай бастады. Бір күні ол: «Перизат апай», деді. «Иә, мен сізді бұрын түсінбеппін». Перизат оған қарады. «Мені? Сіз үшін бұл қаншалықты қиын екенін?» Перизат үнсіз қалды. Айша көз жасын сүртті. «Сіз маған ешқашан жамандық ойлаған жоқсыз. Керісінше, маған қамқор болдыңыз». Перизат оның қолын ұстады. «Сен де бізге үлкен сый беріп жатырсың». Бірақ уақыт өткен сайын бір нәрсе анық бола бастады. Асқардың өмірінде жаңа сезім пайда болды. Ол күн сайын болашақ баласын елестететін, баласын қалай қолына алатынын, оған қалай әке болатынын. Ал Перизаттың жүрегінде бір қорқыныш пайда болды. Бала туғаннан кейін бәрі өзгеріп кетпей ме? Асқардың жүрегінде менің орным бұрынғыдай қала ма? Бір күні түнде Перизат пен Асқар сөйлесіп отырды. Асқар: «Иә, бала туғаннан кейін...» Ол тоқтап қалды. Асқар оған қарады. «Не болады?» Перизат күлімсіреуге тырысты. «Білмеймін». Асқар оның қолын ұстады. «Сен менің әйелімсің, Перизат». Ол бұл сөзді сенімді айтты. Бірақ екеуі де білмейтін еді. Кейде өмірдегі ең үлкен сынақ баланы күту емес, баладан кейінгі өзгерістерге төтеп беру. Ал олардың алдына ең ауыр кезең әлі келген жоқ еді. Уақыт өтіп жатты. Айшаның іші күн сайын үлкейіп, олардың миында жаңа өмірдің тынысы сезіле бастады. Бұрын бос тұрған бөлмеде енді кішкентай сәбиге арналған заттар пайда болды. Перизат әрбір кішкентай киімді ерекше ықыласпен таңдайтын. Ол сырт көзге бақытты әйел сияқты көрінетін. Бірақ жүрегінің түбінде бір қорқыныш бар еді. Өйткені ол бір нәрсені байқай бастады. Асқар өзгеріп бара жатқан. Бұрын Асқар Айшаға тек жауапкершілікпен қарайтын. Ол оны баласының амандығы үшін ғана бақылап жүргендей еді. Бірақ уақыт өте келе оның көзқарасы өзгерді. Өзі де оны байқамай қалатын. Айша шаршап отырса бірден алаңдайтын. Ол күлімдесе көңілі көтерілетін. Кейде үйге кіргенде бірінші болып Айшаның жағдайын сұрайтын. «Бүгін өзіңді қалай сезіндің?» «Жақсымын». «Бала мазалады ма?» «Жоқ». Асқар оның жауабына еріксіз күлімсірейтін. Бір күні Асқар жалғыз қалғанда өзі де осы өзгерісті сезінді. Ол терезе алдында тұрып ұзақ ойланды. Ол менің баламның анасы. Осы ой оның жүрегінде ерекше бір сезім оятатын. Бұл бұрынғыдай жай ғана жауапкершілік емес еді. Ол Айшаға деген жылы сезімнің пайда болған сезді. Бірақ бірден бұл ойдан қорқып кетті. «Жоқ, менің әйелім бар». Перизат мен үшін қанша нәрседен өтті. Ол өзін тоқтатуға тырысты. Өйткені Перизат оның өміріндегі ең қымбат адам еді. Ол әйелін жақсы көретін, оны сыйлайтын. Олардың бірге өткен қиындықтарын ешқашан ұмытпайтын. Бірақ жүрекке бұйрық беру кейде қиын болатын. Айша да мұны байқамай қалған жоқ. Басында ол Асқардың әрбір қамқорлығын тек баламен байланысты деп ойлады. Ол тек баласын ойлап жүр, деп өзін жұбататын. Бірақ уақыт өте келе кейбір нәрселер оны ойландыра бастады. Асқардың оған қарауы, онымен сөйлескендегі жұмсақ дауысы, ол ауырса шын алаңдайтыны. Бір күні Айша ас үйде ыдыс жуып тұрғанда Асқар: «Өзімді қатты шаршатпа, сен қазір жалғыз емессің», деді. Айша оның даусынан ерекше жылылықты сезді. Ол үнсіз қалды. Сол сәттен кейін Айша өзіне шектеу қоюға тырысты. Ол бұл отбасыға көмек беру үшін келгенін есіне түсірді. Перизаттың оған қалай қарағанын ойлады. Оның сенімін, мейірімін. «Жоқ», деп өзіне сыбырлайтын. «Мен бұлай ойламауым керек». Бірақ адамның жүрегі кейде өзі қаламаған нәрсені сезіп қояды. Бір күні Перизат үшеуі бірге кешкі ас ішіп отырды. Асқар Айшаға тамақтың дәмді екенін айтып күлімсіреді. Айша да еріксіз жымиып қойды.
Сол сәтте Перизат екеуінің арасындағы көзқарасты байқап қалды. Өте қысқа ғана сәт, бірақ әйел жүрегі оны сезіп үлгерді. Ол ештеңе айтпады, кек үнсіз отырды. Сол түні Перизат ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Ол Асқарға қарап жатты. Оның жүзіндегі тыныштыққа қарады және ішінен «Мен сенен айырылып қалудан қорқамын» деп ойлады. Ал Асқар болса өз ішінде күресіп жатты. Ол Айшаға деген сезімін мойындағысы келмеді. Өйткені ол өзінің қандай адам екенін білетін. Ол біреудің жүрегін жаралайтын адам болғысы келмейтін. Ал Айша да өзгерісті сезінді. Ол Асқарға деген сезімнің пайда болғанын мойындағысы келмеді. Себебі оның алдында Перизат тұрды. Оған сенген әйел. Оны отбасының бір бөлігі ретінде қабылдаған әйел. Бірақ күн сайын бір үйде өмір сүру, бір баланы бірге күту, үш адамның тағдырын байланыстырып қойды. Ал енді олардың алдында ең қиын сынақ тұрды. Себебі кейде адам ең күтпеген жерде жүрегін жоғалтып алады. Арада бірнеше апта өтті. Үйдегі өмір сырттай қарағанда бұрынғыдай тыныш еді. Бірақ әр адамның жүрегінде өз күресі жүріп жатты. Перизат бәрін байқамауға тырысатын. Асқардың Айшаға көбірек көңіл бөлетінін, оның даусындағы жұмсақтықты. Кейде Айша күлімдегенде Асқардың да еріксіз жымиып кететінін. Ол мұның бәрін көрді, бірақ ештеңе айтпады. Өйткені ол бір нәрсені түсінетін. Асқардың жүрегінде пайда болған сезім тек Айшаға емес, ең алдымен оның дүниеге келмеген баласына байланысты еді. Бір күні кешке Асқар жұмыстан кеш келді. Ол үйге кіргенде Айша диванда отыр екен. Жүзінен шаршағаны көрініп тұрды. «Неге ұйықтамай отырсың?» деді Асқар. «Білмеймін. Бүгін өзімді әлсіз сезіндім». Асқар бірден алаңдап кетті. «Дәрі іштің бе? Дәрігерге хабарласайық па?» Айша күлімсіреді. «Уайымдамаңыз, бәрі жақсы». Асқар оның жанында біраз отырды. Осы сәтте Перизат алыстан көріп қалды. Ол үндемеді, бірақ жүрегінде бір ауыр сезім пайда болды. Сол түні Перизат пен Асқар жалғыз қалды. Ұзақ үнсіздіктен кейін Перизат ақырын сөйледі. «Асқар?» «Иә». «Сен бақыттысың ба?» Асқар таңғалды. «Әрине, небе сұрадың?» Перизат оның көзіне қарады. «Білмеймін». Ол күндеуге тырысты. «Соңғы кезде сені жүзіммен көптен көрмеген қуанышты көріп жүрмін». Асқар үнсіз қалды. Ол әйелінің нені меңзеп тұрғанын түсінді. «Перизат, мен сені кінәламаймын». Осы сөз Асқарға ауыр тиді. «Мен ештеңе істеп жүрген жоқпын». «Білемін». Перизат басын изеді. «Бірақ кейде жүрекке бұйрық бере алмайсың». Асқар оның қолын ұстады. «Мен сені жақсы көремін». Перизат көзін төмен сүрді. «Білемін». Бірақ оның даусында мұң бар еді. Ал Айша болса өзімен өзі күресіп жүрді. Ол Асқардың оған деген көзқарасын сезетін. Бірақ ол бұл сезімнен қорқатын. Бір күні ол айна алдында тұрып, «Мен не істеп жүрмін?» деп сыбырлады. Ол Перизаттың мейірімін ұмытқан жоқ. Перизат оған бөтен адам сияқты емес, жақын жанындай қарады. Ол оның денсаулығын ойлады, оған сенді. Сондықтан Айша өз сезімін ішіне жасыруға тырысты. Бір күні дәрігер қабылдауында олар баланың жағдайын тексерді. Дәрігер күлімдеп, «Балаңыз жақсы өсіп жатыр, барлығы қалыпты» деді. Асқардың жүзі бірден өзгерді. Ол қуанып кетті. «Рахмет». Оның көзінде әкелік мақтаныш көрінді. Айша да қуанды. Сол сәтте олардың көздері кездейсоқ түйісіп қалды. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Екеуі де бір нәрсені сезді, бірақ екеуі де оны айтуға қорықты. Үйге қайтып келе жатқанда Асқар көлік жүргізіп отырды, ал Айша артқы орында отырды. Перизат терезеге қарап үнсіз келе жатты. Ол үш адамның арасындағы өзгерісті сезді, бірақ әлі де үмітін жоғалтпады. «Асқар мені жақсы көреді. Ол мені тастамайды» деп өзін жұбатты. Күндер өте берді. Айшаның іші үлкейген сайын Асқардың оған деген байланысы да күшейе түсті. Ол кейде өзін кінәлі сезінді, өйткені жүрегінің бір бөлігінде басқа елге деген жылылық пайда болғанын түсінді. Бірақ ол Перизатты да жоғалтқысы келмеді. Ол екі әлемнің ортасында қалғандай еді. Бір жағында онсыз өмірін елестете алмайтын әйелі, екінші жағында оның көптен күткен баласын дүниеге әкеліп жатқан әйел. Ал ең қиыны, екеуі де оның өмірінде маңызды болып бара жатты. Арада тағы бірнеше апта өтті. Айшаның жүктілігі соңғы айларға жақындап келе жатты. Үйде бәрі бала дүниеге келетін күнді күтіп жүрді. Бірақ сол күн жақындаған сайын адамдардың жүрегіндегі сезімдер де күрделене түсті.
Перизат бұрынғыдай бәріне күлімдеп жүрді. Ол Айшаның киімдерін дайындады. Сәбидің бөлмесін безендірді. Кішкентай төсекке қарап ұзақ тұратын. Кейде ол бөлмеге кіріп, қолын кішкентай бесікке тигізіп, «Сен келгенде менің өмірім өзгереді» деп сыбырлайтын. Бірақ оның ішінде бір сұрақ мазалайтын. Мен бұл баланы құшағыма алғанда, мен өзімді оның анасы сезіне аламын ба? Асқар да баланың дүниеге келуін асыға күтті. Ол бұрынғыдан да көп үйде болатын болды. Бұрын жұмыс оның өмірінің ортасы болса, қазір отбасы бірінші орынға шыққан еді. Бір күні ол сәбиге арналған бөлмеге кірді. Үстелдегі кішкентай киімдерге қарап жымиды. Ол алғаш рет әке болатынын шын сезінді. «Мен сені күтіп жүрмін» деп ақырын айтты. Сол сәтте есік алдында Перизат тұрған. Ол күйеуінің жүзіндегі қуанышты көрді. Және бір жағынан қуанды, бір жағынан жүрегі ауырды. Бір күні кешке Айшаның жағдайы нашарлап кетті. Ол ішін ұстап, әлсіз дауыспен «Перизат апай» деді. Перизат бірден жанына жүгіріп барды. «Не болды?» «Білмеймін, бала мазасызданып тұрған сияқты». Перизат қатты қорықты. Ол бірден Асқарға хабарлады. Асқар жұмыстан шығып үйге асығып жетті. Ол Айшаны көргенде қатты алаңдады. «Ауруханаға барамыз». Ауруханада дәрігер тексеріп, «Қазір бәрі жақсы, бірақ соңғы айлар, сондықтан абай болу керек» деді. Асқар терең тыныс алды. Ол Айшаның амандығына қатты алаңдағанын өзі де байқап қалды. Сол сәтте ол өзінен ұялып кетті. «Мен неге бұлай уайымдап тұрмын? Ол менің баламның анасы болғандықтан ба?» Ол бұл сұраққа жауап тапқысы келмеді. Үйге қайтқан соң Перизат үнсіз қалды. Ол Асқардың жүзін бақылап отырды. «Сен қатты қорықтым», деді ол ақырын. Асқар оған қарады. «Иә, балар үшін». Перизат басын изеді. «Сінемін, бірақ бұл жолы оның дауысында бұрынғыдай сенім аз еді». Сол түні Асқар ұйықтай алмады. Ол екі жақты ойлап жатты. Бір жағында Перизат, оның өміріндегі ең үлкен махаббаты, екінші жағында Айша, оның болашақ баласының анасы. Ол өзін кінәлі сезінді. Себебі ол ешқашан екі әйелдің ортасында қалам деп ойлаған емес. Ал Айша да сол түні ойға батты. Ол Асқардың аламдаған көзқарасын есіне алды. Ол өзін алдауға тырысты. Ол тек бала үшін уайымдайды. Бірақ жүрегі басқа нәрсені сезетін. Ол Асқардың жанында өзін қауіпсіз сезіне бастағанын түсінді. Бұл сезім оны қорқытты. Өйткені ол бұл үйге уақытша ғана келген еді. Оның мақсаты бұл отбасыға бала сыйлау. Ал қазір оның жүрегінде басқа бір нәрсе пайда болып келе жатты. Бір күні Перизат Айшаның бөлмесіне кірді. Ол оның жанына отырды. «Айша?» «Иә, сен бақытты болуға лайықсың». Айша таңбалық қарады. «Неге бұлай айтып тұрсыз?» Перизат біраз үнсіз қалды. «Білмеймін». Ол тек күлімсіреді. Кейде адамның жүрегінде не болып жатқанын өзі де түсінбейді. Айша бұл сөздің астарында көп нәрсе жатқанын сезді. Уақыт тоқтамай өтіп жатты. Сәбидің дүниеге келетін күні жақындады. Бірақ ешкім білмеді. Сәби келгенде олардың өмірі бұрынғыдан да күрделі болатынын. Өйткені кейбір адамдарда бір шаңыраққа жинайтын нәрсе кек қуаныш емес. Кейде ол үлкен сынақ болады. Көптен күткен күн де келді. Сол күні таңертең Айшаның жағдайы өзгерді. Ол ішін ұстап, ауырсынғанын сезді. «Перизат апай?» Оның дауысын естіген Перизат бірден жүгіріп келді. «Не болды?» Басталған сияқты. Перизаттың жүрегі дүрсілдеп кетті. Осы сәтті ол қанша күтті. Ол бірден Асқарға хабарлады. «Асқар, ауруханаға барамыз, уақыты келді». Асқар бұл сөзді естігенде бір сәтке үнсіз қалды. Көз алдына жылдар бойғы арманы келді. Ол әке атанатын еді. Олар емін-еркін кіру үшін ақылы палата жалдаған болатын. Ауруханада ұзақ сағаттар өтті. Перизат дәлізде отырды. Қолын қысып, үнсіз дұға етті. Ол Айша ішінде, бала ішінде уайымдады. Асқар да тыныш отыра алмады. Ол әр минут сайын есікке қарай берді. Сол сәтте оның жүрегінде тек бір ғана ой болды. Балам аман болсын. Бірнеше сағаттан кейін палата жақтан сәбидің жылаған дауысы естілді. Асқардың көзіне жас келді. Ол алғаш рет әке атанғанын жүрегімен сезінді. Дәрігер шықты. «Құттықтаймын. Балаңыз дүниеге келді. Анасы да, бала да аман». Перизат жылап жіберді. Ол қуаныштан жылады. Осы күнді ол қанша жыл күтті. Перизат палатаға кірді. Бірақ палата ішінде күтпеген жағдай болды. Айша баланы қолына алды. Кішкентай сәбидің жүзін көргенде, оның жүрегінде мың түрлі сезім оянды. Ол осы баланы 9 ай бойы көтерді.
Оның әр қимылын сезді. Түнде онымен бірге ұйықтады. Сол сәтте ол баланы құшағынан жібергісі келмеді. Айша көз жасын төгіп, мен оны бере алмаймын деді. Бөлме іші үнсіз қалды. Перизат абдырап қалды. Ол не айтарын білмеді. Айша, деді Перизат әлсіз дауыспен, біз бұлай келіспеген едік. Айша баланы қаттырақ құшақтады. Білемін, оның дауысы дірілдеді. Бірақ мен оны көргенде бәрі өзгерді. Перизаттың көзінен жас ақты. Ол Айшаның алдына келді. Айша, өтінемін, мен сіздерді түсінемін. Біз саған ешқандай жамандық жасаған жоқпыз ғой. Айша жылады. Сіз маған ең жақсы адам болдыңыз, бірақ менің жүрегім ол сөзін аяқтай алмады. Мен бұл баладан бас тарта алмаймын. Перизаттың жүрегі шым етті. Ол өмір бойы күткен арманынан айырылып қалатындай сезінді. Ол Айшаның қолынан ұстап, Айша, не сұрасан да беремін. Айша оған қарады. Не? Перизат көз жасымен, байлық керек пе? Үй ме? Ақша ма? Көлік пе? Бәрін беремін. Ол дірілдеген дауыспен, кек баланы бер, деп жалынды. Айша ұзақ үнсіз тұрды. Сосын Перизатқа тіке қарады. Бәрін берем дейсіз бе? Перизат басын изеді. Иә. Айша көзін төмен түсірді. Бірнеше секунд үнсіздіктен кейін, онда маған күйеуіңізді беріңіз деді. Перизат бір сәтке қатып қалды. Ол естігеніне сенбеді. Не дедің? Айша көз жасын сүртті. Егер менің баламды алғыңыз келсе, ол ауыр күрсінді. Маған Асқар керек. Перизаттың өңі өзгеріп, өзін ұстай алмай бетінен шапалақпен салып жіберді. Сен не айтып тұрғаныңды түсініп тұрсың ба? Айша бетін ұстап жылап жіберді. Иә, бұл мүмкін емес. Перизаттың дауысы қатқыл шықты. Сен менен бәрін сұрай аласың дедім. Бірақ оны емес. Оның да көзінен жас төгілді. Ол менің күйеуім. Дәл сол сәтте палата есігі ашылды. Асқар ішке кірді. Ол сыртта тұрған кезде дауыстарды естіп қалған еді. Бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Асқар Перизатқа қарады. Оның көзіндегі ауырсынуды көрді. Сосын Айшаға қарады. Айша да үнсіз қалды. Енді ешкім не айтарын білмеді. Өйткені осы сәттен бастап, олардың өмірі бұрынғыдай болмайтыны анық еді. Палата іші үнсіздікке толды. Асқар есіктің алдында бірнеше секунд қозғалмай тұрды. Ол естіген сөздеріне сенгісі келмеді. Перизаттың жүзіндегі жас, Айшаның қолындағы сәби, бәрі бір сәтте оның жүрегіне ауыр тиді. Бұл не деген сөз? Деді Асқар ақырын. Оның даусында ашу емес, терең реніш бар еді. Перизат күйеуіне қарады. Ол өзін ұстай алмай жылап жіберді. Асқар. Ол не айтарын білмеді. Өйткені ең қорқынышты сәт орын алған еді. Ол өзінің ең үлкен қорқынышымен бетпе-бет келді. Асқар баяу Айшаға жақындады. Сен шынымен осылай ойлап тұрсың ба? Айша көзін төмен түсірді. Оның да жүрегі ауырып тұрды. Ол сөзін жалғастыра алмады. Өйткені өзі де бұл жағдайға қалай жеткенін түсінбеді. Ол бұл үйге тек бір мақсатпен келген, бір отбасыға бала сыйлау үшін. Бірақ 9 ай бойы бұл отбасының ішінде өмір сүру, Асқардың қамқорлығын көру, оның әкелік қуанышын сезіну, бәрі оның жүрегін өзгертті. Перизат орнынан тұрып, Айша, сен менің не сезіп тұрғанымды түсінесің бе деді. Оның дауысы дірілдеп тұрды. Мен осы баланы жылдар бойы күттім. Ол жүрегіне қолын қойды. Мен осы сәтті армандадым. Айша үнсіз жылады. Мен де оны 9 ай күттім. Осы сөзден кейін бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Өйткені екі әйел де шындық айтты. Бірі жүрегімен күткен ана, екіншісі құсағында көтерген ана. Асқар ауыр күрсінді. Ол Айшаға қарап, балаға деген сезіміңді түсінемін. Айша оған қарады. Бірақ сен менің және Перизаттың өмірімізді бұза алмайсың. Бұл сөз Айшаға ауыр тиді. Ол басын төмен түсірді. Мен бұлай болсын деп ойлаған жоқпын. Онда неге мұндай сөз айттың? Айша үнсіз қалды. Себебі оның жауабы өзі үшін де қорқынышты еді. Сол сәтте дәрігер палатаға кірді. Ол жағдайдың күрделі екенін байқап, бәрі жақсы ма? Ешкім жауап бермеді. Дәрігер жағдайды түсінгендей, қазір ең бастысы ананың да, баланың да тыныштығы деді.
Үлкен шешімдерді эмоциямен қабылдауға болмайды. Сол күні кешке Асқар аурухана дәлізінде жалғыз отырды. Ол өмірінде бірінші рет өзін әлсіз сезінді. Бір жағында оның біраз жылдар бойы өмірінің ең қиын жылдарында сүйген Перизат, екінші жағында оның баласын дүниеге әкелген Айша, ал ортасында кінәсіз сәби. Перизат дәлізге шықты. Ол Асқардың жанына отырды. Ұзақ уақыт екеуі де үндемеді. Сосын Перизат ақырын: «Мен сенен қорқып жүредім». Асқар оған қарады. «Неден?» «Бала туғаннан кейін менің орным өзгереді ме?» деп. Оның көзінен жас ақты. «Бірақ мен мұндай болады деп ойламадым». Асқар оның қолын ұстады. «Перизат, мен сені жоғалтқым келмейді, Асқар». Бұл сөз Асқардың жүрегін ауыртты. Өйткені ол әйелінің қанша уақыт бойы ішінен күрескенін енді түсінді. Ал палатада Айша жалғыз қалды. Ол сәбиге қарап отырды. Кішкентай баланың жүзін көріп, көз жасын сүртті. Ол да түсінді. Ол қазір өте үлкен қателік жасау алдында тұр. Өйткені баланы жақсы көру бір нәрсе, ал біреудің отбасын бұзу басқа нәрсе. Келесі күні Асқар маңызды шешім қабылдауға мәжбүр болды. Ол Айшамен сөйлесуі керек еді. Ол бұл мәселені үнсіз қалдыра алмайтын. Өйткені енді бұл тек үш адамның тағдыры емес еді. Бұл бір сәбидің болашағы еді. Асқар мен Перизаттың ауруханадан шыққаннан кейін көңілінде тыныштық қалмады. Перизат күн сайын жылады. Ол сәби туылғанымен оны құшағына ала алмады. Ал Айша болса, аурухана палатасында баласын бауырына басып отырды. Асқар екі әйелдің арасында қалғандай күй кешті. Сол күні кешке Перизат үнсіз отырып: «Асқар, біздің келісім шарт ше?» деді. Асқар басын көтерді. «Қандай келісім шарт?» «Айшамен отырған келісім шарт. Ол баланы бізге беруге міндетті емес пе?» Асқар үнсіз қалды. Перизат көзіне жас алып: «Біз бәрін заңмен жасадық қой». «Иә, онда неге үндемей отырсың?» Асқар ауыр күрсінді. «Білмеймін». Перизат күйеуіне тамырқай қарады. «Білмеймін деген не сөз?» «Менде қазір не дұрыс екенін түсінбей тұрмын». Ертеңіне Перизат заңгерге хабарласты. Түстен кейін олар адвокаттың кеңсесінде отырды. Заңгер барлық құжатты мұқият қарап шықты. «Келісім шарт заңды түрде рәсімделген. Демек, бала біздікі ме?» деді Перизат асыға. Заңгер басын изеді. «Құжат бойынша иә, бірақ іс мұнымен бітіп қалмайды». «Неге?» «Егер суррогат ана өз шешімінен бас тартса, бұл іс сотқа дейін жетуі мүмкін. Әсіресе баланың дүниеге келуі табиғи жолмен болғандықтан, жағдай күрделірек болуы мүмкін». Перизаттың өмі өзгеріп кетті. «Сонда біз тағы да күресуіміз керек пе?» «Иә». Кеңседен шыққан соң Перизат бірден: «Асқар, біз сотқа береміз» деді. Бірақ Асқар жауап бермеді. Ол көлікке отырып, ұзақ уақыт үнсіз отырды. «Неге үндемейсің?» Асқар көзін жолдан алмады. «Себебі бәрі қағаздағыдай оңай емес». «Несі қиын?» Айша 9 ай бойы сол баланы көтерді. Перизаттың көзі шарасына шықты. «Сен не айтқың келіп тұр?» Асқар бірден: «Жоқ, сен мені дұрыс түсінбей тұрсың». «Онда түсіндір». «Мен баланы саған әкелгім келеді». Бірақ ол сөзін аяқтай алмады. «Мен Айшаның да қандай күйде екенін көріп тұрмын». Перизаттың жүрегі шімете қалды. «Сен оны аяп тұрсың да?» Асқар үнсіз қалды. «Әлде?» Перизаттың даусы дірілдей бастады. «Әлде оған деген сезімін бар ма?» Асқар бірден: «Жоқ» деп жауап берді. Бірақ бұл сөзді айтқанда өзінің жүрегі шімете түсті. Өйткені соңғы айларда Айша оған бөтен адам болып қалмаған еді. Ол мұны мойындағысы келмеді, бірақ шындықты да жоққа шығара алмады. Сол кеште Асқар жалғыз көлігімен қала көшелерін ұзақ аралады. Ол өзінен қашып жүргендей еді. «Мен Перизатты сүйем». Бұл өзгерген жоқ, бірақ артынша басқа ой келді. Ал неге Айша жылағанда жүрегім ауырады? Неге оның баланы құшақтап отырғанын көргенде оны түсінгім келеді? Ол сезімнің бар екенін мойындағысы келмесе де жоққа шығара алмады. Ал ауруханада Айша сәбиіне қарап отырды. Есікті қағып медбике кірді. «Сізге біреу келді». Есік ашынды. Ішке Асқар кірді. Екеуі ұзақ уақыт үнсіз қарасып тұрды. Айша бірінші болып сөйледі. «Сіз мені жек көріп кеттіңіз бе?» Асқар басын шайқады. «Жоқ». «Онда неге келдіңіз?» Асқар сәбиге қарап тұрды. «Мен жауап іздеп келдім». Айша көз жасын сүртті. «Мен де». Бөлмені қайтадан үнсіздік басты. Екеуі де бір-біріне қарай алмады.
Өйткені екеуі де өз жүректерінде қауіпті сезімнің пайда болғанын енді түсіне бастаған еді. Аурухананың палатасында ауыр үнсіздік орнады. Асқар бесікте жатқан сәбиге ұзақ қарап тұрды. Кішкентай сәби алақанын қимылдатып ұйықтап жатқан еді. Асқардың жүрегі елжіреп кетті. «Ұлым», деп еріксіз сыбырлап жіберді. Айша оның жүзіндегі әкелік мейірімді көріп, көзінен жас ағып кетті. «Көрдіңіз бе?» «Не?» Ол сіздің даусыңызды естігенде тынышталып қалды. Асқар ештеңе демеді. Ол баласының кішкентай қолынан ұстап көрді. Сол сәтте ол өзін әлемдегі ең бақытты әке сезінді. Бірақ сол қуаныштың ар жағында үлкен қайғы тұрғанын да білді. Айша ақырын ғана сөз бастады. «Асқар, иә, мен сізді ешқашан тартып алайын деп ойлаған жоқпын». Асқар үндемеді. «Бірақ 9 ай бойы бір шаңырақтың астында тұрдық. Сіз маған әрдайым құрметпен қарадыңыз. Ауырсам жанымнан табылдыңыз. Түнде дәрі әкелдіңіз. Дәрігерге бірге бардыңыз. Мен...» Ол көз жасын сүртті. «Мен байқамай сізге бауыр басып қалдым». Асқар терең күрсінді. «Айша, жоқ, сөзіңді бөлмеңізші. Мен Перизат апайды жек көрмеймін. Керісінше, ол маған әпкемдей болды. Сол үшін өзімді кешіре алмаймын». Асқар орындықтан тұрып терезенің жанына барды. Ол ұзақ үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана «Мен де өзімді түсінбей жүрмін» деді. Айша селк етіп оған қарады. «Не айтқыңыз келеді?» «Мен Перизатты жақсы көремін. Ол менің сүйік қосылған жарым. Мен оны ешқашан тастамаймын. Бұл анық». Айша үнсіз тыңдап отырды. Бірақ Асқар сөзін аяқтай алмай қалды. «Сен де маған бұрынғыдай бөтен адам емессің». Айша көзін жұмып жіберді. Ол дәл осы сөзді естуден қорқып жүрген. «Сен менің баламды 9 ай көтердім. Сенің әрбір қорқынышымды көрдім. Әрбір қуанышыңды бөлістім. Сені де уайымдай бастадым. Бұл сезімді қалай ақтайтынымды білмеймін, бірақ өтірік айтқым келмейді». Айша көз жасын тыя алмады. «Онда мен есімнен адасқан жоқ екенмін». Асқар үнсіз қалды. «Мен сіздің көзімізден бәрін байқап жүрдім, бірақ мойындағыңыз келмеді». Асқар басын төмен түсірді. «Себебі бұл дұрыс емес». Дәл сол сәтте палата есігі ашылды. Перизат кіріп келді. Екеуі бірден үнсіз қалды. Перизат олардың жүзіне қарап ақ, әңгіменің оңай болмағанын түсінді. Ол сәбиге жақындап, оны ақырын көтеріп алды. Көзінен жас ыршып кетті. «Мен сені қанша күттім». Сәби ештеме түсінбесе де, оның құшағында тынышталып қалды. Перизаттың жүрегі елжіреді. «Асқар». Ол күйеуіне бұрылды. «Бүгін адвокат тағы хабарласты». Асқар үндемеді. «Егер біз арыз берсек, сот басталады». Айша да үнсіз тыңдап отырды. «Бірақ бұл ұзаққа созылады. Сараптамалар болады, куәлар болады. Бұқаралық ақпарат құралдарына дейін жетуі мүмкін». Перизат бір сәт ойланып қалды. Сосын Айшаға қарады. «Мен соттасқым келмейді». Асқар таңырқап қалды. «Перизат, мен баламның өмірі сот залынан басталғанын қаламаймын». Ол Айшаның көзіне тіке қарады. «Бірақ мен де баламнан бас тартқым келмейді». Айша көз жасын сүртті. «Мен де». Бөлмеде тағы үнсіздік орнады. Үшеуі де бір баланы жақсы көретін, бірақ әрқайсысының махаббаты әртүрлі еді. 3 күннен кейін Айша мен сәби ауруханадан шығарылды. Аурухана алдында Асқар мен Перизат күтіп тұрды. Айша сәбиін құшағына қысып, көліктің жанына келді. Біраз үнсіздіктен кейін ол баяу ғана «Мен үйіме қайтайын деп едім», деді. Перизат пен Асқар бір-біріне қарады. Перизат жай ғана «Айша, келісім бойынша сәбиге қатысты барлық құжат рәсімделгенше бірге тұрамыз деп келіскен едік». Айша басын төмен түсірді. «Білемін. Оның үстіне босанғаныңа 3 күн болды. Қазір жалғыз жүруіме де болмайды. Дәрігерде бірнеше күн тынығу керек» деді. Айша ұзақ үнсіз тұрды. Ол шаршаған еді. Қолындағы сәбиде ұйықтап жатқан. Ақыры ештеңе деместен көлікке отырды. Үйге келгеннен кейін бәрі бұрынғыдай емес екені бірден сезілді. Айша сәбиін құшағынан бір сәтке де түсірмейтін. Перизат алыстан ғана қарап жүрді. Ол бірнеше рет «Сәбиді қолыма алсам бола ма?» деп сұрады. Бірақ Айша әр жолы «Ұйықтап қалды. Емізуім керек, дәрумен ішкізуім керек» деп кейінге қалдыра беретін. Перизаттың жүрегі күн сайын ауыра түсті. Өз үйінде жүріп, өз сәбиін еркін құшағына ала алмауы оған өте ауыр еді.
Сол түні Асқар мен Перизат өз бөлмесінде ұзақ сөйлесті. Асқар, енді не істейміз? Асқар үнсіз отырды. Бұлай жалғаса алмайды. Білемін. Бізде келісім шарт бар. Иә, онда неге үндемейсің? Асқар ауыр күрсінді. Мен бұл істің сотқа дейін барғанын қаламаймын. Ал мен баламнан айырылғым келмейді. Перизаттың даусы дірілдеп шықты. Мен оны тағы жоғалта алмаймын. Асқар әйелінің қолынан ұстады. Ертең адвокатпен сөйлесейік. Келесі күні түстен кейін адвокат үйге келді. Ол барлық құжаттарды тағы да мұқият қарап шықты. Келісім шарт заңды түрде жасалған. Перизат бірден. Демек, баланы бізге беру керек қой. Адвокат асықпай жауап берді. Құжат сіздердің ұстанымдарыңызды күшейтеді. Бірақ қазіргі жағдайда ең дұрыс жол алдымен келіссөз жүргізу. Егер келіспесе ше, деді Перизат. Онда сот шешеді. Асқар үнсіз тыңдап отырды. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңыздар, деді адвокат. Сот ең алдымен баланың мүддесін қарайды. Сондықтан ашумен емес, сабырмен әрекет еткендеріңіз дұрыс. Перизат терең дем алды. Ол өз шешімінен қайтпайтынын түсінді. Ал Асқардың көңілінде бұрынғыдан да үлкен қайшылық пайда болды. Бір жағында көп жыл күткен отбасының бақыты, екінші жағында 9 ай қосағында көтерген ананың көз жасы. Ал бұл күрестің шешімі әлі алда еді. Үйге келгендеріне бірнеше күн болды. Үйдің ішінде үнсіздік орнаған. Айша сәбиін құшағын алып жүреді. Перизат та сәбиден алыстамайды. Кейде Айша өзі: «Перизат, баланы ұстай тұрыңызшы, мен шайымды ішіп алайын», деп баланы оның қолына береді. Перизат сәбиді құшағын алған сайын жүзі жайнақ кететін. Ол оның кішкентай саусақтарын сүйіп, маңдайынан иіскеп, үнсіз ғана күлімсірейтін. Ал Айша алыстан қарап тұратын. Бірнеше минуттан кейін шыдамай: «Беріңізші, сағынып қалдым», деп сәбиін қайта құшағын алатын. Бұл қызғаныш емес еді, бұл ананың баласынан айырылып қалан деген қорқыныш еді. Перизат Айшадан ештеңе тартып алған жоқ, бірақ әр кеш сайын бөлмесіне кіріп үнсіз жылайтын. Асқар мұның бәрін көріп жүрді, бірақ ештеңе айта алмады. Өйткені бұл үйде екі ана бірлау үшін көз жасын төгіп жүрген еді. Сол түні Айша сәбиін ұйықтатып болып, су ішу үшін бөлмеден шықты. Қонақ бөлмесінің шамы жанып тұр екен. Ол байқатпай жақындады. Перизат жайнамаздың үстінде отыр. Екі алақаны жайылған. Көз жасы тоқтамай ағып жатыр. Дауысы дірілдеп шықты. «Я Алла, мен өмірімде көп нәрседен бас тарттым. Көп сынақ көрдім. Бәріне сабыр еттім. Бірақ енді менен осы баланы алып қоймаш. Мен оны дүниеге әкелген жоқпын. Бірақ қаншама жыл бойы жүрегімде өсірдім. Егер бұл сәби бізге бұйырмаған болса, маған сабыр бере көр. Ал егер бұйырған болса, оны бізден айырмашы. Мен одан басқа ештеңе сұрамаймын». Перизат сәждеге басын қойып, ұзақ жылады. Айша есік сыртында үнсіз тұрды. Ол алғаш рет Перизаттың ешкім көрмейтін қайғысын көрді. Сол түні Айша ұйықтай алмады. Сәбиін құшағына қысып, терезенің алдында таң атқанша отырды. Көз алдына өзінің балалық шағы келе берді. Ескі үй. Жаңбыр жауса, төбеден су ағатын. Қыста үйдің іші мұздай болатын. Анасы кейде өзі жемей, соңғы тамағын қызына беретін. Жаңа киім сұрауға ұялатын. Ақша жоқ болғандықтан талай арманнан бас тартқан. Айша көзін жұмды. Жоқ, менің балам ондай өмірді көрмеу керек. Ол осы сөзді айтқанда көзінен жас тоқтамады. Сосын Асқар мен Перизаттың үйіне көз жүгіртті. Бұл үйде сәбиге бәрі дайын еді. Әкесі бар, анасы бар, махаббат бар, болашағы бар. Ал өзі. Ол баласын қатты жақсы көретін, бірақ махаббат кейде қасында алып қалу емес, жібере білу екенін сол түні түсінді. Таңертең Айша Асқар мен Перизатты шақырды. Екеуі үнсіз келіп отырды. Айша сәбиін ұзақ құшағына басты. Маңдайынан сүйді, көз жасын сүртті. Мен 3 күн бойы өзіммен күрестім. Кейде алып кеткім келді, кейде ешкімге бергім келмеді. Өйткені ол менің балам. Бірақ кеше түнде бір нәрсені түсіндім. Мен оны өзім үшін алып қалғым келеді. Ал оның бақыты ше? Ол Перизатқа қарады. Сен оны менен кем жақсы көрмейсің. Мүмкін менен де артық жақсы көретін шығарсың. Мен жоқшылықта өстім, әкесіз өстім. Өмірдің қаншалықты қиын болатынын білемін. Мен баламның дәл сондай өмір сүргенін қаламаймын. Мен оның күліп өскенін қалаймын. Сол үшін мен оны сендерге сеніп тапсырамын.
Айша дірілдеген қолмен сәбиін Перизаттың құшағына салды. Перизат шыдай алмай еңіреп жылады. Айша, мен саған уәде беремін. Ол ешқашан махаббатсыз өспейді. Өз баламнан бір сәтте кем көрмеймін. Айша үнсіз басын изеді. Басқа уәде керек емес. Тек бақытты болсын. Бірнеше күннен кейін барлық құжаттар рәсімделді. Айша соңғы рет Әлиханды құшағына алды. Ұзақ иіскеді. Маңдайынан сүйді. Сен менің қолымда өспейсің. Бірақ сен өмір бойы менің жүрегімде өмір сүресің. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Перизат көз жасын сүртіп, егер бір күні көргің келсе, есігіміз әрқашан ашық, деді. Айша жай ғана жымиып басын шайқады. Жоқ, ол мені іздемей өссін. Сендерді ғана әке-шешем деп білсін. Сол кезде ғана мен бүгінгі шешімімнің дұрыс болғанын сеземін. Айша басқа қалаға көшіп кетті. 6 жыл өтті. Мектеп ауласында балалар мәз болып жүгіріп жүр. Әлиханның қолынан Асқар мен Перизат ұстап мектепке кіріп барады. Көшенің арғы бетінде бір әйел үнсіз қарап тұр. Бұл Айша еді. Ол күлімсіреді. Көзінен бір тамшы жас ақты. Бақытты бол, балам. Мен сенің жанында емеспін, бірақ сен менің жүрегімде мәңгі өмір сүресің. Айша ақырын ғана бұрылып кетті. Бұл жолы ол жылап емес, іштей тынышталып кетіп бара жатты. Құрметті тыңдарман, егер бұл оқиға сіздің жүрегіңізге жетіп, кейіпкерлермен бірге қуанып, бірге мұңайсаңыз, онда біздің мақсатымыздың орындалғаны. Бұл оқиға сізге ұнаса, бейнемізге лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ пікірге өз ойыңызды жазып кетіңіз. Сіз бұл оқиға туралы не ойлайсыз? Айшаның шешімі дұрыс болды деп есептейсіз бе? Егер сіз оның орнында болсаңыз, қандай таңдау жасар едіңіз? Пікірлеріңізді асыға күтеміз. Келесі әсерлі оқиғаларда аман-есен жүздескенше сау болыңыздар.